онлайн шоппинг, ақылды роботтар, типфейктер, смарт үйлер. Жақында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Digital Bridge форумында жасанды интеллект енді ғылыми фантастика емес, ол алдағы шындыққа айналды деп атап өтті. Қазақстандағы цифрландыру күніне орай біз жасанды интеллект адамзаттың экзистенционалды жойылуына қалай назар аударатыны туралы емес, оны сақтауға қалай көмектесетіні туралы айтатын боламыз. Цифрландыру мен жасанды интеллект денсаулықты қалай сақтай алады? Медицина қызметкерлерінің шектеулі саны денсаулықтың нашар көрсеткіштерінің негізгі факторы болып табылады. Медицина қызметкерлерін оқытуды да көп уақыт алады. Сондай-ақ аймақтарда денсаулыққа физикалық қолжетімділік проблемалары жиі кездеседі. Көптеген адамдар аппендицитті алып тастау немесе тіс дәрігеріне бару үшін ұзақ қашықтықты жүріп өтуі керек. Бұл сценарийлерде жасанды интеллект интернетке қосылған кез келген адам үшін денсаулық сақтау қызметтерінің негізгі функцияларын орындай алады. Бұл медициналық мекемелер мен қызметкерлерден алыс тұратындарға негізгі көмекті қолжетімді етеді. Бірақ қалай? Жасанды интеллект деректерді жаңа тәсілдермен біріктіре алады. Сауалнамалар мен медициналық жазбаларды қолдана отырып, біз адамдардың медицинаға қол жеткізе алмайтын жерлерін жақсы болжай аламыз. Жасанды интеллект дәрі-дәрмектер мен вакциналарды тезірек жасау үшін көбірек қолданылады. Мысалы, 2021 жылы ақш-тың азық-түлік және дәрі-дәрмек басқармасы жасанды интеллект дайындаған 100-ден астам өтінім алды. Сандық модельдер клиникалық жазбаларды автоматты түрде шеше алады. Бұл шамадан тыс жұмыс істейтін медицина қызметкерлеріне жүктемені айтарлықтай азайтады. Жасанды интеллект пациенттердің дәрі-дәрмектерді қабылдауын қамтамасыз ете алады және жеке емдеу режимдерін жасай алады. Телефоныңыз бен смарт сағаттағы денсаулық қолданбалары күнделікті цифрландыруды тиімді пайдаланудың ең қарапайым мысалы болып табылады. Олар адамның өзі жасай алмайтын нәрсені жасауға көмектеседі. Мысалы, ұйқының сапасын бақылау. Мемлекеттік қызметтерге цифрландыруды енгізу бойынша Қазақстан айтарлықтай табысқа жетті. Салық есептілігін беру, анықтамалар алу, автокөлікті қайта рәсімдеу мұның бәрі онлайн режимде қолжетімді. Қаржы секторын, цифрлық төлемдер мен онлайн банкингті дамытудағы табыстарды айқын. Қазақстан халқының 86% онлайн банкингті белсенді пайдаланады. Егер медицина осы форматта қолжетімді болса, қандай керемет болар еді. Қазақстан кейбір медициналық анықтамаларды онлайн алу, қосымшалар арқылы дәрігерге жазылу, талдау нәтижелерін алу функциялары қолжетімді. Қасым-Жомарт Тоқаев қысқа мерзімде жасанды интеллектті дамыту үшін барлық жағдай жасауды, сондай-ақ барлық салаларда жасанды интеллектті дамыту саласын, міндеттері мен құралдарын айқындайтын стратегиялық құжатты қабылдауды тапсырды.